Барлықтарына сәлем, бұл мен Мәншүк, бұл мен спонтанды видео. Бүгінгі тақырып көздің денсаулығы, зрение туралы. Ең бірінші мен өзімнің подписчиктеріме кешірім сұраймын, көп комментарияларды алам. Яғни орысша сөздер мен қазақша сөздерді, ағылшынша сөздерді жаңағы араластырып сөйлеме деп. Бірақ сіздерден кешірім сұрайтыным және себебін жазған сияқтымын жауап ретінде. Өйткені мен Малайзия елінде, шетелде 13-14 жыл тұрдым. Сондықтан менде сөйлеген кезде акцент немесе сөйлеген кезде кейбір басқа да сөздер араласып кетеді. Және бұл спонтанды видео болғандықтан менде жаңағы дайын тұрған жаңағы оқып жатқан жаңағы мәтінім жоқ. Яғни мен өзім сіздермен ашық сөйлесіп жатқандай. Сонымен көздің тақырыбына мен ең соңғы кезде үлкен мән беріп жатырмын. Бұрында да мән берген, бірақ олай жаңағы қарап, оқып, зерттеген жоқпын. Соңғы 2 жылда мен өзімнің інім өзінің жұмыс орнында жаңағы коллегасы Relax Smile жаңағы хирургиясын жасаған, яғни коррекция, көздің коррекциясын жасаған. Және бұны мен бұрында да басқа туысқандарым да жасап, солардан естігем жасағандарын, және көздері жаңағы 100% көреді деп 100% көріп кеткен. Мен бұндай әңгімелерді естіген кезде өзім де қызығатын, ойлайтын, осындай оңай, тез және тіпті құны 500 мың теңге тұрады дейді. Қазір болса да ол 15 минутта, яғни барлығы 2 сағат алады, тез уақытта ешбір жерін ауыртпайды. Келесі күні сен көзін 100% көреді. Қандай тамаша, қандай күшті, иә. Бірақ та мен қорқамын жасауға, бірақ бір жағынан жасағым келеді, әлі пландап жатырмын. Сіздермен бөлісейін деген мен не оқыдым, не білдім, соны сіздермен бөлісіп кетуге. Біріншіден мен ойлаймын, табиғи, мен әр уақытта да өзім, мен видеомда, мен каналымда көрсеңдер, мен натуральный нәрселер, натуральды түрді, табиғатқа жақын адаммын, және тамақ, өзімнің тамақ жегенде жаңағы жеміс-жидек жеген жақсы көремін, яғни шай, кофе ішпеймін. Сондықтан мен жаңағы табиғи түрде адам өзінің денсаулығын жақсарта алады дегенге сенемін. Сондықтан да мен әр уақытта да табиғи жолдың әдістерін іздеймін. Әрине мен жаңағы врач, дәрігер емеспін. Сіздің жаңағы көзіңіз, зрениеңіз, әрине мен айта алмаймын 100% түрде жаңағы жаттығулар жасау арқылы тез жасарып, жақсы болып, жақсы көріп кетеді деп айта алмаймын. Бірақ мен жаңағы өзіме, как обычно, кешірім сұраймын, эксперимент жасағым келеді. Жақында бастадым, 2 апта болған шығар, мен көзімнің жаңа көзге арналған жаттығуларды жасап жатырмын. Таңертең біреуін жасаймын, барлығын бір 5-10 минут алады. Және мен кеше қараған видеоға, YouTube-тегі видео, жаңағы ол адам айтқандай, ол адам айтады, ондай жаттығуларды күніне минимум 3 рет жасау керек. Яғни сонда ғана жаңағы сіз 1 жылдан кейін, 6 айдан кейін бір нәтижесін көресіз дейді. Сонда мен қазір 3 рет жасап жатырмын. Көздің кез келген жаттығуын жасауға болады. Жаттығулар әртүрлі, иә. Кез келген көздің, қандай көздің жаттығуын білесіз, сіз жасай беруіңізге болады. Және міндетті түрде ол жаңағы уақыт бөліп тұрып жасаудың қажеті жоқ. Мысалы, далада сіз банкте отырсыз, бір очередьте, иә, тұрсыз, иә, күтіп тұрсыз, бір адамды күтіп тұрсыз. Уақытыңыз бар. Телефонға шоқынып тұрмай, сіздің көздің упражнениясын, жаңа жаттығуларын жасап жүруге болады. Өзіңізге, көзіңізге жақсы, бұлшық еттеріне жақсы, және өзіңіздің көзіңіздің көру зрениесіне жақсы. Менің зрением әр уақытта да мен ойлаймын, мен сенгім келмейді, айтады, көздің психосоматикасы бар, әрбір аурудың психосоматикасы бар, яғни эмоция, яғни біздің жаңағы проблемаларымыз түпкі подсознательный дейді ғой, сондай проблемалардың кесірінен біз өзіміз көргіміз келмейді дейді подсознательно. Яғни көздің психосоматикасы ол біз жаңағы біреуге мысалы қатты ренжу, тағы да оның 5-6 себебі бар, мысалы бір қатты нәрседен кішкентайыңызда немесе қатты ренжу, бір мақсаттарыңыз өмірде орындалмауы, тағы басқа. Егер сіз психосоматика деп жазсаңыз, Google-да шығады, оқуыңызға болады, бір врачтардың кітаптары бар екен, осы психосоматикаға арналған. Тағы не айтайын деген, яғни мен бұған бір жағынан сенемін, бір жағынан сенбеймін, иә, психосоматикаға. Өйткені бәрібір де ол, мен ойлайтын, менің установкам кішкентайымнан ол, мен мамам зрениесі нашар, ол -4, -5, сондықтан біздің папамның зрениесі жақсы, бірақ мен ойлайтын, мен інімнің зрениесі, ол очки тағады, яғни менің де зрением жаман болу керек. Бірақ негізінен ол менің тек установкам, өйткені мен 2011 жылы қағаз тауып алдым, тексерген кезде менің зрением тек қана -1, -1,7,5 болған. Ал қазір Малайзияда жақында мен тексерген кезде ол -3, -3,5 болып кеткен. Мен, иә, әрине, мен өте көп
жаңағы компьютерде отырамын, жаңағы телефон шоқимын, оны барлығымыз да істейміз. Бірақ мен очкиім бар, очкиді бірақ мен тақпаймын. Мен тек қана керек уақытында тағамын. Мысалы, кино қарағанда, аэропортқа кеткенде, яғни біз аэропорттың үстіндегі жазуды оқу үшін, және бір жерге, мысалы, конференция, бір нәрсені үлкен жерден, алыс жерден қарау керек болса, жұмыс бойынша, мысалы, презентация беру керек болса, мен міндетті түрде очки тағып аламын. Ал егер де мен үйде жүрсем, далаға шықсам, қыдыруға барсам, жай күндері мен очки тақпаймын. Мен осылай жүрем. Бірақ мен түсінем, яғни менің көзім алыстағы нәрсені дұрыс анық көрмейтін. Мен үйреніп кеткенмін, және ол бір жағынан дұрыс емес. Врачтар айтады, очки тақ дейді, кейбіреулер айтады, көп очкиге үйренбе дейді. Яғни очки тақсаң сенде минус бола береді. Ал кейбір врачтар айтады, керісінше сенің зрениең нашарлайды дейді, очки тақпасаң. Әртүрлі, яғни сіз өзіңіз әрине врачқа барып дұрыстап тексеріп, офтальмологист, сол көздің дәрігеріне барып тексерілу керек. Және мен тағы да білгенім, оққаным, қарағаннан білгенім, түнде қараңғы жерде ұйықтау керек екен. Ешқандай кішкентай светильник, мысалы, кішкентай балдардың бөлмесіне светильник қосып қоямыз ғой, оны жасамау керек екен. Түнде қараңғыда ұйықтау керек екен. Ол көздің денсаулығына пайдасы зор екен. Тағы бір нәрсе мен оқып үйренгенім, білгенім, егер ұмытпасам, яғни біз айтпай-ақ қояйын, қандай жеміс-жидектер жеу керек, оны барлығымыз да білеміз, көздің черниканың пайдасын әр уақытта да. Бірақ оны әр уақытта да күн сайын жеп тұруға біз мүмкіндігіміз жоқ, міндетті түрде көздің витаминін алып әр уақытта да жеп отыру, ол да мүмкін емес. Бірақ жаттығулар жасау, көздің жаттығуларын жасай аламыз біз. Оны сіз ерінбей жасау керексіз, ерінбей әр уақытта да. Мен тағы білген Relax Smile деген қазіргі технология, ең соңғы технология, ол көзіңізге барады, ол барлығын анаусын сіз кесіп тастамайды, тек қана бір тесігін кесіп, сол жерден кесіп тастайды. Атын білмеймін, қалай аталады. Бірақ ол өте азғантай зақым тигізеді дейді. Бірақ бір видеода айтады, ол бәрібірде хирургия болып саналады, ол бәрібірде сіздің өзіңіздің табиғи көзіңіз, табиғи осылай дөңгелек болып тұрса, мысалы, оның түрі, анаусы, ол хирургиядан кейін, ол бәрібірде ешқашанда сіздің табиғи көзіңіздей болмайды. Ол хирургиядан кейін де бәрібірде сіздің көзіңіз жайлап 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл бәрібірде минусқа нашарлайды екен. Сондықтан ол жерде, мысалы, менің танитын туысқаным, ол жасаған 3-4 жыл бұрын, бірақ қазір -1, оның белгілі бір себептері бар. Барған жерінде, екі түрлі минусты, екі түрлі айтқан. Бір жерде -3 деген оған, бір жерде -4 деген, ол -3 деген жерге барған, бірақ негізінен оныкі -4 деп, соның кесірінен деп ойлайды. Бірақ қазірде ол қосымша көздің жаттығуларына ақша төлеп, айтады, vision coach алу керек екен. Vision coach көздің жаттығуларын жасауға сізге көмектесетін адам дейді, консультант или врач. Ол сол табиғи жолмен сізді көзіңізді емдейді екен. Тағы да мен не үйрендім, не түсіндім, егер ұмытып кетпесем, есіме түсіріп жатырмын, менімен бірге болыңыздар, комментария қалдырып кетіңіздер, көзіңізді қалай сіз жақсарта алдыңыз ба, Әрине, бұл көздің жаттығуларын жасағанда сіз күн сайын жасау керексіз. Ол тек қана бір апта жасап қалдырып кетсеңіз, оның пайдасы болмайды. Оны сіз кәдімгідей серьезно жасап отыру керексіз, серьезно күн сайын. Тағы бір нәрсе есіме түсті. Ол үйіңізде андай көзді тексеретін, біз врачқа барғанда әріптер тұрады ғой, сондай нәрсені қойып қойыңыз дейді, іліп қойыңыз. Соны күн сайын қарап тексеріңіз дейді, өзіңіздің көзіңіздің денсаулығын. Ол бір мектепте сондай эксперимент жасаған, бір мектепте соны іліп қойған, әрбір апта сайын оқушылар тексерген, сонда жылдың аяғында сол тексеріп отырған балалардың группасының көзінің денсаулығы жақсырақ болған. Яғни мүмкін ол жаттығуды жасау арқылы, өйткені көз бізде көзіміз әріпті көрем деп фиксация жасайды. И мысалы көзін негізінен біздің көзіміздің көрмеуі, ол көзімізді біз дұрыс демалттырмайды екенбіз. Өйткені біздің қазіргі өмірде стресс көп экран, жарық экран бізде
соған көзіміз үйреніп кеткен. Түнде де жақсы ұйықтау керек екен, минимум 6-7 сағат дұрыстап ұйықтау керек, өйткені көздің денсаулығына ол өте маңызды зор екен. Біздің көзіміз демалу үшін, көзіміз жаңағы расслаблять ету үшін біз соны расслаблять, демалту білмейді екенбіз. Сондықтан жаттығулар жасау керек. Сондықтан да мысалы біздің шея бар ғой, осы шеяның да жаңа жаттығуларын біз жасамаймыз, кейде ұмытып кетеміз, бірақ әр уақытта да жасап отыру керек екен. Өйткені біздің шеямыз, көзіміздің артындағы жаңа бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Соны айтып кеткім келеді. Сол үйде мен өзімде қазір жоқ, сондайды тауып, әріптерді мүмкін кітап тауып ба, бір журнал ма іліп қойып, соны күн сайын қарап тексеріп отырайық. Және осымен бітті, бірақ маған комментарийда қалдырып кетіңіз, қалай сіз өзіңіздің көзіңіздің денсаулығын күтесіз. Көп рахмет.